Алпысты алқымдаған Оқап Мұқажанұлы ерекше баспана салды. Әдеттегідей кірпіштен не ағаштан емес, шыны шөлмектерден тұрғызған. 6 баласы бар ақсақалдың не жұмысы, не зейнетақысы жоқ. Қалтаны қаққан қымбатшылық пен тұрмыстың нашарлығы бұл қадамға баруға итермелеген. Қыста жылы жазда салқын тартатын бұл баспанаға 80 мыңға жуық шыны бөтелке жұмсалған. Ең бастысы қауіпсіз, тіпті 9 балдық жер сілкінісі кезінде де шыдас беретін көрінеді. Оқап аға шыны шөлмектерді көшеден, дүкендер мен күл қоқыстардан жинаған. Оған ақсақал 1 жыл уақытын сарп еткен. Бір тиында ақша жұмсамай салған зәулім үйі адам денсаулығына еш зияны жоқ. Ақша алдым балалардан. Жәшкен жегеннен артылған ақшаны цементке жұмсадым. Қалғанның бәрі мына бөтекені топырақ, әпелкі, бөтеке сонымен салып шықтық мінекей. 6 жыл бұрын салынған баспанасына бүгінде балалары мен немерелері қоныстанған. Зәулім үйден бөлек монша, киіз үй мен қоранда шөлмектен салған. Бір ғана моншаның өзіне 9 мыңнан астам бөтелке кеткен. Ал мынандай күй табақтарды сәндік үшін жабыстырғанын айтады. Алыстан көрген кезде бұл сондай не береді. Әдемі сәуле светтер береді. Кемпір қосақ көріп бедіңдер? Сол кемпір қосақ тік сияқты мұны көрмей мұны? Неше түрлі свет береді алыстан. Ешкімнің көмегінсіз зәулім баспана тұрғызған ақсақал қазір үйдің ішкі бөлмелеріне күрделі жөндеулер жасап жатыр. Ендігі арманы немерелері ойнайтын шағын ойын алаңын салу екен. Жаңа соттың жаңағы үкімі болады, оны әкеп берді ме қолыңызға? Берген жоқ. Учаскелік полиция әкелген жоқ. Әкелген жоқ. Енді жаңа ғана айыппұлды қайтып төлемек ойыңыз бар? Төлемеймін, апарып қамай салсын мен. Неме атам басын төлеймін жоқ болса? Немен төлеймін? Өзің ойлайсың, немен төлеймін? Сонда бұл қандай қоғам бұл сонда қандай? Мұсырдан барамда же бөтекелерді теріп алам. Да сол мұсырдан қалаймын, сол мұсырдан үй салып жатырмын. Мұсыр дегенім сол. Сол бөтеке. Былай қарасаң, мен экологияға көмектесіп жатырмын, көрдің бе? Былай қарасаң. Ел әкеп төгіп тастайды, шашып тастайды, оны ешкім жинамайды, а мен табиғатты тазартып жатырмын бөтекеден. Одан іске асырып үй салып жатырмын. Значит, мен қоғамға пайда келтіріп жатырмын ба? Пайда келтіріп жатырмын. А қоғам маған не беріп жатыр? Болмаса бір жапырақ жер бермеді ғой. Бөтекені кәдімгідей кірпіш құсатып қалай беріп? Өзім міне 30-40 жыл құрылыста істедім. Құрылысшымын өзім мамандығым. Соның бөтекемен салып жатырмын, лаймен қалап. Моншаны салдым. Моншада бөтекеден салдым. Көмір қора салдым, оны да бөтекемен салдым. Теплица салдым, оны да бөтекемен салдым. Енді туалетхана бөтекемен салынған жоқ. А балаларым намыстарын қаламайды. Ал енді намыстанса да мен ана үйді қалап бітірсіп, олардың бастарына кіршақ әперсем, болды ғой қазір. Балаларым квартирада жүр, қаңғып, қыздарым квартирада жүр, қаңғып. Соның бәрін жаңағы жинап аламын да үй біткеннен кейін қасыма аламын. Да солардың жаңағы болашағын, ошағын, шаңырағын көтеріп берем. Содан кейін алатын Құдай мені алса ала берсін. Үйленген балаларымның алдынан әлі өткен жоқпын. Не құдаларымды шақырған жоқпын. Не ырымын жасаған, не той-томалақ жасаған жоқпын. Атамның басымен жасайын ба, бір тен ақша жоқ болса. Бала-шағаның тапқан ақшасы біріне жетсе, біріне жетпейді. Менің бұл үйім ана Қарағандының үйі сияқты құсап құлақ қалмайды. Бұл құрғанда 100 жыл тұруға гарантия деу. Болашақ жастардікі дейді. А сол жастар, болашаққа жастар барса баратын шығар. Аз болашаққа мен бармаймын. Сол себепті мен балашағымның болашағын шаңырақ көтеріп беріп қамтамасыз етуім керек. Өзім қамтамасыз етпесем, мен балашағымның болашағын өкімет қамтамасыз ете алмайды. 6 балам бар. 6 баламның әрқайсысын бір комнаттан берем, әрқайсысына. Мына үстінде 3 комнат, астында 3 комнат. 6 балама 6 комнатты берем, өзім алты жағында подвалда өмір сүремін. Сөйтіп, мінекей балашағымның болашағын қамтамасыз етіп жатырмын. Мұсырдан үй салып жатырмын былай қарасаң. Әйтпесе мен мұсыр жинап, жындырып кетіп па мен, пері қағып кетіп па. Егер өкімет жақсы болса, қоғам жақсы болса, маған бір кусок жер берсе, жөні түзу. Онда мен бөтекеден үй салып нем бар. Кейбір санасы қояншықтар сон бөтекені сындырып, чағып, аяқтарын тілдіріп, ойбайлап, чыңғырып жатады. Тағы да сындырып жатады мінеке. Көрдің бе?
Мен солар бөтекені сол каналға лақтырмасын деп каналдың жағасына ішіп кеткен арақ шараптардың бөтекесін жинап әкелемін да мінекей үй салып жатырмын. Кімнің қолына кішкентай ғана бір билік дейсінші мінекей. Ол уже құдырет, ол уже бәрін біледі ол. Сені топас санайды, сені бір какой-то бір мудак, бір чмо, бір деме деп ойлайды сені. Көрдің ме бір? Қолынан іштеге келмейтін, қолынан поқ келмейтін бірдеңе деп есептейді мінекей. Мына қолында билігі барлардың бәрі мінекей. Олардың көкірегінен ан піскені соншама мінекей. Назарбаев осылардың бәрін өзі өстіріп алды, өзі тудырып алды. Қалай жаныңды бақсаң, солай жаныңды бақ деді. Біреу ұрлық жасап бақты. Біреу тонап бақты, біреу кісі өлтіріп бақты, біреу алаяқтықпен жанын бақты. Мен жанымды қайтып бағып жатырмын, мен бөтекемен үй салып қалып жанымды бағып жатырмын мінекей. Бір туысқаным көмектескен жоқ, ешқайсысы көмектесе алмайды. Себеп, әрқайсының өзінің тіршілігі бар. Маған Назарбаевтың билігі керек емес маған. Маған Назарбаевтың мына халыққа көңіл бөлгені керек. Мына қайыр соғып жүрген қазақты жақсы тұрмыс жасап бергені керек маған. Анау жағымпаздармен анау өтірік сөйлейтін, анау өтірік ақпарат беретін ана биліктегілердің бәрін ауыстыру керек. Өзгеріс керек деген сол әне. Ал әне митингіге бара алмай қалдым. Бір тиын ақшам жоқ, бара алмай қалдым. Міне. Өлемай жүріп митингіде нең бар дейді. Айналып кетейін, мен халықтың мүддесін қорғауға бара жатырмын. Маған бір ақша тауып беріңдерші, көрсең қолыңнан қарыз болса да алып деп. Ешкім қарыз бермейді міне. Үйден шыға алмай қалдым. Ей Нұрсұлтан! Ей Нұрсұлтан! Қазақ қайда барады, қайдан сая табады? Пысықтар алда сыпырып, қайтып жанын бағады. Құнсызданған теңгеге малда жатыр сатылып, үйде жатыр сатылып, ұят кетіп қыздардан тәнде жатыр сатылып, жоқтық деген бір пәлек келе жатыр жапырып, жеке-жеке жолаштың байтам деп қатырып, әкім біткен байып отыр әне қақырып, үміт күтіп отырсың парламентті шақырып, ашты да миыңды сол немелер бақырып, азған мынау заманың болдақынға тақырып. Ей Нұрсұлтан, жеке-жеке жолаштың жұмысың жоқ істейтін, көшіп жатыр қазақтардың наны да жоқ істейтін, жұмыс іздеп қазағын қаңғып кеттін істейсің, жеке-жеке барғым деп кедейлерді күштейсің. Кедей қолын жайып тұр, бастық біткен байып тұр, қанын сорып елімнің жылмайы боп тайып тұр. Жекелікке ауатын қара жерді соныкі, малдың бәрі соныкі, заттың бәрі соныкі, машина да соныкі, трактор да соныкі. Айтшыған Нұрсұлтан, қашан болады менікі? Ей Нұрсұлтан, жеке-жеке жолаштың жұмысын жоқ істейтін, көшіп жатыр қазақтардың анысы жоқ істейтін. Ей Нұрсұлтан, мұнай, свет, темір жол бәрін бердік шетелге, Байқоңырдай алыпты сыра бердік бекерге. Бар байлығын қазақтың ашып беріп жатырсың, істемесін алам деп шашып беріп жатырсың, шетелдердің мұсырын тасып беріп жатырсың, өлілерді тірілтіп, тірілерді өлтіріп, асын беріп жатырсың, аласағын қазақтың қайда беріп жатырсың. Қайыр сұрап қазақ жүр неге көрмей жатырсың, жарығыңды жалдады, жылуыңды жалмады,
Бәріне көнген сорлы елің алдыңа сенің бармадың. Шетел алып жарықты қазақ майшам жағыпты. Өлген ердің құнынап қалтасын елдің қағыпты. Қорқытып та тәретті, үркітіп та тәретті. Көрінгені құдай боп паранында көбейтті. Қазаққа қазақ жау болды. Айтқаным не қайтты. Қоғын сүргін заманы тағы ел жүрмесін. Жағымпазбен жайсаңдар қазағым өрмесін. Күнің үшін күн жылбап қазаққа қазақ деймесін. Төбеде тұрып хан ен төмен жақты білмейсің. Тіліңе мойын бұрмады, дініңді де ұрмады. Сорлаған мынау сорлады өз дінімен қорлады. Құлқынына алданып, басқа дінді малданып. Шоқынды ғой қазақтар, бәрінен де солғайға. Көреген болса көзіңіз мұлын еқіп көрмейсіз. Шығып алып биікке сай саланы білмейсіз. Байға беріп билікті кедейлерге өлдейсіз. Өліп жатқан салдарды кебінсіз қайтып көнбейсіз. Қысып жатыр жоқшылық, қойды ғой мені жоқ шығып. Тұрмысын айттым қазақтың, мына маған не дейсіз? Сорлатпай мына қазақты, әкімдерді жөндеңіз. Бағына келмей қазақтың сорына келген пендеңіз. Жалмады әкім еліңді, сөзбе сенің сенсеңіз. Сотыңда сенің паралды, тергеушіңде паралды, полицияңда паралды, дәрігерде паралды, мұғалімде паралды. Бағынбайды заңына, олар қайдан жаралды? Олар қайдан жаралды? Kesilse de cumhurbaş, тілімді менің кеспессіз, арзан адам емессіз, арыңа сіздің тимеймін, айтшығанен Нұрсұлтан,